Сәлем баршаңызға. Бүгін жұмсақ әдемі болып пісетін, балалар жейтін кекс дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мына жерде менің қызым дайындап жатыр енді. Екеуміз бірге жасадық. Осылайынан жақсылап араластырып аламыз. Үстінен сосын 1 стакандай қант ұнтағын саламыз. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Міне жақсылап араластырып алдық. Енді үстінен айранымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді 100 граммдай майымызды, сұйытылған майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Енді ұн қосатын боламыз. Ең алдымен ұнымыз бен қосытқышымызды екеуін араластырып алып, сосын барып массамызға қосатын боламыз. Міндетті түрде ұнға араластырып алу керек ең бірінші. Сосын барып массамызға қосып араластырамыз. Міне бәрін қосып араластырып алдық. Біздің тестамыз дайын болды. Енді қалыпқа салып пісіретін боламыз. Міне біздің кекстеріміз дайын болды. Өте күшті болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, балаларыңызға күнделікті жеуге, дастарханға қоюға өте күшті болып піседі. Сіздер де жасап көріңіздер.